Өздеріңіз білетіндей мен жақында ғана босанып келдім. Өздеріңіз білетіндей енді менде кей шеруа болғаннан кейін менде іш қалып кетті. Және де маған спортпен айналысуға болмайды, ішті қысуға болмайды. Сондықтан да мен осы айнадан өзіме заказ беріп қойдым. Енді емзулі аналарға, осылай мен сияқты босанып келген аналарға өздеріңізді формаларыңызға келтіре алмай жатсаңыздар, астына сілтеме қалдырамын, Айна ханымға жасаңыздар болады. 5-6 айдан кейін уже ішіп бастасаңыздар болады. Бұйыртса 5-6 айдан кейін өзіме келемін. Осы Айна ханым бірге, және де өзімнің сестрам осы БАДыды алып, осының арқасында прям күшті фигурасын әдемі қылып шығарып алғаннан кейін, өзімнің көзім жеткеннен кейін өзіме де заказ беріп, бұйыртса енді өзім де қолға аламын деп отырмын. В общем, ауылдан келе сап сразу машинаны мойка кіргізейін деп алдым, бәрін шетке қаптап кеткен. Bir açkam келіп, bir açkam Алматыда болған. Машина жүк сияқты екеніміздерге. Жаным, жолда қалдырмай екенсіз, как? В общем, короче, қарасыңыз, біз қалай жүрміз. Аңсар ұстап жүрген жоқ мен десем. Аңсарды, короче, қараңыздар. Бері қараш, Жасерк, бері қараш. Мамасың, папасы артында. Кел әке, мен көтерейін. Бір қол сап сүреге қойық деп еді. Ал баршаңызға кеш жарық, құрметті достар, қалайсыздар? Осылай сөйлеп, бір қалайсыздар, жағдайларыңыз қалай? Қайырлы күн, қайырлы таң деп вообще сторис салмай деген бұл мен, қой деп сіздердің қал жағдайларыңызды білейін деп салып қойайын деп жатырмын осылай. Не істеп жатсыздар, достар, не жаңалық болып жатыр, жалпы? Әлемде не жаңалық болып жатыр, не қызық болып жатыр? Қайрат пен Реал Мадридтен басқа жалпы. Қой достар, мен бүгіндікке айтатынымды айтып болдым. Коллагенімді іштім, Beauty Blend іштім, ужин жасадым. Попозже покажу, қандай ужин екен, забыла сфоткать, кстати. Енді бала шағамды барып ұйықтатайын. Сол весімді сұрап жатқан жандарға совсем скоро, пока менде весімді бір қалыпта тұр, объем жақсы кетіп жатыр, бірақ енді білмеймін, бай білмейді ғой. Бірақ енді көрсететін болам, ойындамаңыздар. Өзімде қатты ақтағым жүр, сол үшін да өзімде қатты замотивированы. Туған күніме дейін жақсы ақтап үлгеру керек деген сияқты, сол үшін бұйырса бос сөз болып қалмасын, осының бәрі ұядай. Арықтамай до конца. Ұядай, оқал жүрмейік.